Сәлем достар, бүгін сіздермен фисташка ұны қосылған меренгалы рулетімізді жасаймыз. Ең алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алыңыз. Бір тамшыда сарысы түспегенін қадағалаңыз, егер түсіп кеткен жағдайда алып тастаңыз. Жұмыртқаның ағын ақ көпіршіктер пайда болғанша миксерлейміз де, қантымызды 3 бөлікке бөліп, миксердің жай жылдамдығынан бастап айналдырамыз. Миксердің жылдамдығын жай арттыра беріңіз. Массамыз қою, нығыз, қатты масса болғанға дейін араластырамыз. Яғни дайын болған массаны ыдысты төңкерген кезде де, аударған кезде де масса төгіліп кетпейтіндей болады. Міне. Енді осы массамызға фисташка ұны мен кәдімгі бидай ұнын араластырып саламыз. Бидай ұнының көлемі фисташка ұнының 3-тен 1-індей ғана болады. Және массаны лопатка көмегімен төменнен жоғары қарай араластырамыз. Бұл өте маңызды этап. Осыны есте сақтаңыздар. Төменнен жоғары қарай араластыруымыз керек. Әйтпесе, біздің меренгамыз, жұмыртқамыз формасын жоғалтып, басылып қалуы мүмкін. Бір келкі етіп араласқан меренгамызды пергамент қағазына салып жайғастырамыз. Ұн қосылғаннан кейін меренгамыз кішкене өзінің нығыздығын жоғалтуы мүмкін. Одан ешқандай қам жемеңіздер. Және бұны формаға жайған кезде өзіңіз қалаған көлемнен кішкене 1 сантиметрдей азырақ қылып жайыңыз, өйткені пісу барысында меренга жайылуы мүмкін. Духовкада 150-160 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Оған дейін біз кремімізді дайындаймыз. Творожный сыр мен сахарный пудраны миксерлейміз. Бұл да маңызды этап. Егер сіз творожный сыр мен сливкиді бірден салып араластыратын болсаңыз, творожный сыр іртік болып қалуы мүмкін, және крем әдемі көрінбейді. Сондықтан бірінші творожный сыр мен сахарный пудраны араластырамыз. Одан кейін ғана сливкиімізді салып араластырамыз. Және барлық азық-түліктер мұздай болу керек. Сливкида, творожный сырда, маскарпонеда мұздай болу керек. Осындай нығыз ақпайтын крем пайда болғаннан кейін, оны осындай силиконовый пакетке саламыз. Дайын болған пирогымызды, рулетімізді аударып аламыз, өйткені бізге оның кремді мынау астыңғы бөлігіне жағуымыз керек. Аударып алған рулетімізге кремді бірдей етіп жағып шығамыз. Кремнің бетіне құлпынай, малина, немесе басқа да жеміс жидектерді, банан сияқты салып шықсаңыз болады. Бірдей етіп салып алған рулетімізді пергамент қағазының көмегімен жай ораймыз. Қолмен орау өте қиын, сондықтан қағаздың көмегімен ораңыздар. Және өзіңіз қалағандай етіп, әрлеп шықсаңыз болады. 2-3 сағатқа холодильникке салып қойыңыз, кремі сіңіп өте дәмді болып тұрады. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.